Сәлем достар! Бүгін біз жаңа жылдық дастарханымыздың сәнін келтіріп тұратын тіске басар жасаймыз. Кәне кеттік, бірге жасайық. Ол үшін бізге қияр, вафельная бумага, авокадо керек болады. Видеода көрсетілгендей қиярымызды кубик қылып турап аламыз. Авокадомыздың сыртын ашып, оны да турауға кірісеміз. Турап болғаннан кейін үстіне майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Вафельная бумагамызды осындай бөліктерге бөлеміз. Вафельная бумага кез келген супермаркеттерден сатып алсаңыздар болады. Қазіргі кезде хит болып жатқан өнімнің бірі, өте керемет, дәмді тағамдар пісіруге болады. Мінекей осылай турап аламыз да, майға тез қызып тұрған майымызға тез өстіп қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін турап алған заттарымызды үстіне салатный листті салып, үстіне салып шығамыз. Үстіне әдемілік үшін мен икра салып шықтым. Дәмі керемет болып шығады екен. Дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап, комментарияға қалай шыққанын бөлісіп кетіңіздер. Ал сіздерге ас болсын. Менің каналым ұнап, рецепттерім ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.